приемка жасаймыз. Ол үшін менюді ашамыз, приемкаға кіреміз. Бұл жерде поставщиктердің спискі тұрады. Яғни сіз қабылдаған накладнойлары тұрады осылай. Енді біз қазір новыйын ашамыз. Новый приемка, новый накладной. Осы жерден сіз поставщикті таңдайсыз. Сізге қандай поставщик келген. Осындай список болмаса, пустой болып тұратын болса, жаңадан қосасыз. Мысалы, плюс поставщиктің атын жазасыз, өзіңізге ыңғайлы қылып. Кола болса, кола деп жаза салыңыз. Келесі жолы осыны іздегенге ыңғайлы қылып жазып қоясыз. Таңдаймыз осылай. Енді товардың өзін сканировать етеміз. Ол үшін мына 4 сканерге басамыз. Сол кезде бізде камера ашылады. Енді мына штрих-кодты камерамен сканировать етеміз. Сізде бұл товар ешқашан болмаса, товар не найден, создать деп шығып тұрады осылай. Штрих-кодын тексеріп жүреміз. Мына 54-пен басталып 48-пен бітіп тұрса, ол дұрыс оқыды деген сөз. Кейде камера дұрыс оқымай қалуы мүмкін. Осылай товардың аты жөнін шығады. Егер сіз дұрыс емес шығып тұрса, басқаша жазам десеңіз, өзгертсеңіз болады. Енді бағасын жазасыз. Мысалға бұл 300-ден келді. Сіз 25% қосатын болсаңыз, 25 деп жазасыз. Сонда ол бағасын осылай өзгертеді. Сіз енді бұл бағаны өзгертсеңіз болады, 380 деп. Басқа ештеңе өзгертпейсіз, создать деп баса саласыз. Сізге қанша штук келгенін осы жерден жазасыз. Мысалға 12 штук келді. Сохранить. Екінші рет осылай создать деп шығып тұрады. Оны отменить деп баса саласыз. Енді келесі товарды көрейік. Тағы да штрих-кодын тексеріп жүресіз. 45-пен аяқталып тұр. Дұрыс оқыды, создать. Дұрыс шықты бұлай. Аты жөні барлығы. Бағасын жазамыз. Өзгертіп жүресіз осылай бағасын. Дұрыс болмай қалды. 25%. Сонда 190 деп қоям. Создать. Қанша штук келгенін жазасыз. Екінші рет создать деп шығады. Оны біз бұлай отмена деп баса саламыз. Тағы біреуін көрейік. Тексереміз, штрих-код дұрыс болды. Аты шықпаса, осылай өзгертесіз. Бағасы шықпаса жазасыз. Создать басамыз. Екінші рет шықса, отменить дейміз. Енді мына ең соңында накладной мен сумманы тексересіз. 6350 накладнойда осылай жазылып тұру керек. Егер сумма келіспесе, значит, сіз бір жерде мына количествосын немесе бағасын қате жазып қойдыңыз деген сөз. Содан кейін накладной өте ұзақ болып жатса, істеп жатқан накладнойыңыз жоқ болып кетпес үшін, бұлай черновик деп басып, сохранить деп қою керек болады. Сол кезде бұл уже бізде жоғалып кетпейді. Қайтадан ашып, редактировать деген карандашты басып, ары қарай жалғастырсаңыз болады. Енді бізде мысалға мына накладнойдың ішінде штрих-код жоқ товар бар екен. Оны сіз бұлай создать товар дегенді басасыз. Ол үшін мына 3 точканы басамыз. Создать товар. Бұл жерде уже товарға өзіңіз атын бересіз. Мысалға хлеб ақсай деп қояқ. Штрих-код, единица измерения, егер ол весовой товар болатын болса, килограмм деп таңдайсыз. Сонда ол штрих-кодын өзі ойлап табады. Егер штучный товар болса, штучный деп қойып қоясыз. Енді мына штрих-код деген жерге екі стрелканы басатын болсақ көк. Штрих-кодты өзі ойлап тауып береді осылай. Доп код керек емес. Категория негізі керек емес, бірақ та сіз өзіңіз осы категорияға товарларды бөлсеңіз болады. Мысалға, молочные продукты, хлебобулочные изделия деген сияқты. Бағасын жазамыз. Енді кассада быстрый товарға шығару үшін, мына жерде добавить быстрый товар дегенді басу керек. Бұны баспасаңыз, ол кассаға шықпайды. Сіз группасын таңдайсыз. Егер сізде хлеб деген группа болмаса,
сіз мына жерден новый группа создавать етесіз. Плюсті басамыз. Создать товар дейміз. Количествосын жазып қоясыз. Тағы да бір сондай мынаны келетін болса, аты жөнін барлығын жазасыз. Тағы да быстрый товар деп басасыз. Енді мына жерде сіз группасын уже сіз создавать етіп қойдыңыз ғой, хлеб деген. Соны сіз мына жерден таңдайсыз. Осылай таңдап қоясыз и осы жерге кіргізе бересіз барлығын. Мен қазір создавать етпеймін, назад шығам. Болды, мен мысалға накладнойды бітірдім, полный бітті, суммасы 6850. Біз енді осыған дейін черновик ретінде сақтағанбыз. Біз бұны черновик емес, проведен қылып басамыз бұлай, жасыл қылып, енді оплатить дейміз. Бұл жерде бізде программа сұрап тұр. Сіз қай счеттан бұған ақша бердіңіз поставщикке? Егер сіз кассадан ақша берсеңіз, касса деп таңдайсыз. Өз қалтаңыздан немесе Каспийдан перевод жасап жіберетін болсаңыз, осы сейф немесе банковский счет дегенді таңдайсыз. Оплатить дегеннен кейін бұл поставщикке ақшаны бердік деген сөз. Товар бізге остатыққа енді. Осы сіздің жазған бағаларыңыз кассада бір 5-10 минуттан кейін өзгеріп шығады.